Қыздар, бүгін ең оңай тамақ, көп уақыт кетпейтін котлет пюре пісіретін боламыз. Котлет жасау үшін ең алдымен 2 кусочек нанымызды осылай сүт қойып, жақсылап қысып, езіп аламыз. Енді мына жақта менде теркадан өтілген морковь, теркадан өтілген картошка, пияз және де фарш. Осының үстіне жаңағы нанымызды саламыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Кішкене 1-2 столовый ложка май құямыз. Жұмыртқа қосуды ұмытып бара жатыр екем, жұмыртқаны да қосамыз. Негізі кейбір қыздар фаршты банканы қақпаға бар ғой, соған салып әдемі дөп-дөңгелек қылып шығарады екен. Мен бірақ осылай жасай салдым қолмен. Үйіңізде адам көп болса, кішкентай қылып істесеңіз де болады, немесе осылай үлкен қылып жасаңыздар да болады. Мен үлкен қылып істегеннен кейін формама тек 9 штугы сыйды, қалғанын алып қойдым. Гарнирге пюре жасаймыз. Алдымен картошкамызды салқын суға жақсылап жуып аламыз, крахмалын шығарып. Крахмал адам ағзасына зиян болғандықтан осындай сарғыш көпірік суын төгіп аламыз. Енді бір ыдысымызға картошкамызды салып, жақсылап қайнатып, тұзын салып, бетін қақпағын жауып, орташа отта пісіріп аламыз. Айтпақшы, жаңа котлетімізді алдын ала қызып тұрған 180 градусқа 20 минуттай пісіреміз да. Одан кейін кетчуп немесе томатный пастаның үстіне су құйып, котлеттердің үстіне құйып шығатын боламыз. Енді осынан қайтадан духовкамызды саламыз, 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Котлетті алдын ала сковородкаға қуырып, одан кейін пешке бұқтырып алсаңыздар да дәмді шығады. Немесе пакетик для запекания бар ғой, соған да салсаңыздар өте сочный болып шығады. Картошкамыз пісіпті, енді оның үстіне сары май мен сүтімізді қойып, жақсылап осы картошка езетімен жақсылап басып шығамыз. Қыздар, пюреңіз өте нәзік болу керек, түйіршіктері қалмау керек. Қыздар, блендермен пюрені бір өткізіп алсаңыздар да өте нәзік болып шығады. Каналыма тіркелуді ұмытпаймыз, пікір қалдырып лайк басайық.